Менің есімім Еркебұлан, даяшы болып жұмыс істеймін. Осы салада 7 жылдан астам жұмыс істеудемін. Жоқ, дипломым бар, образованием бар. Жоғары оқу орнын бітіргем. Мамандығым бойынша физрук тренермін. Бірақ даяшы болып жұмыс істеудемін. Дипломның көмек тиген жоқ. Бірақ алдымызда көмек тиген шығар, бірақ қазіргі уақытта ең қолайлы жұмыс мен үшін даяшы болып жұмыс істеймін. Санамаппын екен. 5000-нен көп шығар. Көп. Енді былайша айтқанда зал жұмыс істейтін орнымыз көп. Үлкен әрбір столдан жүресің, және де астында кухняға түсесің, кухнядан жоғары көтересің, ол лестница. 2 қадамды. Бірінші этаж және де -1. Получается 3 этажда жүрміз. Ол қадам өте көп. Қарамауға тырысамыз, бірақ сонда да өзімнің назарларын өздеріне бұрып алады бізден. Біз болмасақ та бізден жоғары адамдар бар, управляющий менеджерлер, администраторлар. Біз оларға көз жұмғанмен де олар көз жұма алмайды. Бізді солар арқылы шақырады. Бірақ көбінесе ондайға қарамауға тырысамын екен. Мен өзім келген кезде қонақтармен өзім таныстырамын. Есімім Еркебұлан болады, мен сіздердің даяшымыз бүгінгі кешке. Бір нәрсе керек болатын болса, Еркебұлан деп шақырыңыздар. Есімім Еркебұлан деп. Ал кейбіреулер ысқырып, шыңғырып, ей дегендерге қарамайды. Бәрін жегем, полностью. Өзім негізі тамақ жеуді ұнатамын. Өзім гурманмын негізі, тамақ деген нәрсені ұнатамын өзім. Сол себепті қызықты болған тамақтардың бәрін жеймін. Және де алдыма келген қонақтарға оны түсіндіріп беру үшін бүкіл тонкости вкуса дейді ғой, соны айтып беру үшін мен өзім жеп көремін бірінші. Сөйтіп қонақтарға бәрін түсіндіріп айтып бере аламын. Оны мәзірін бәрін жеп көргенмін. Бір-екі тамақтардан басқа. Шошқаның ет қосылған тамақтар бар енді, бір-екі тамақ, олардан басқасын бәрін жеп көргенмін. Басында болатын, ұқыпсыздықтан, дұрыс көтере алмайтыннан, разнос деген бар, өзіміздің жұмыс істейтін инструмент. Соны дұрыс көтере алмағандықтан, сындыратын мысалы соңғы кездерде жоқ, ондай жоқ. Ондай қателіктер жіберген емес. Просто әрбір сынған посуда үшін өзің төлейсің, сол үшін ұқыпты болу керек. Қымбаттағым дегенде ол кейбіреуі кезде болатын шығар, ол түсінетін адамдарда болады, бірақ негізі адамның өзінің ұсынысына байланысты потребность көрсетеді дейді. Соған байланысты ұсынамын. Ал ценовая политика деген бар, ол баға жөнінде жүретін, ол сфераға қатысы жоқ, келмейді ол бір-біріне. Болатын ондай сыр. Басында енді кірген кезде, жұмыс істеп бастаған кезде қызық болады ғой, ол кезде уже табыс көзі кішкене аз болатын. Қазір мысалға даяшылардың ақысының процентін бәрін көтерді. Осыны полноценный зарабатывать етеді, өздері жей алады. Бірақ негізі басында кірген кезде ондай болатын, қызығушылықпен қарны ашқан кезде үлгермей қаласың, жүгіріп жүресің, адам көбейіп кетеді. Тамақ үлгермеген кезде тамақта қалмай қалады, адам көп болғаннан кейін. Ондай кездер болды, біраз болды. Жоқ, ондай. Білмеймін енді, мен басында ондай өтпеген. Менде болмаған ондай. Бірақ ондайды әңгіменді естімеппін. Бірақ көп солай ойлайтын шығар деп ойлаймын, бірақ ондай болуы мүмкін емес. Ол біріншіден саған адамның отношениесі қандай да жаман болса да ол тамақ лезет өтуге болмайды. Қонаққа да істесең де, бірақ тамаққа істей алмайсың. Может, каким-то басқаша әдіспен кегімді алатын шығармын, может, қарамай қойып, барып көрсетпей, қызмет көрсетпей, қашып деген сияқты. Ұзақ солына жақындамай, бірақ тамақ арқылы кек алу деген білмеймін. Қонақтан ондай болмайды. Студенттер ол сезонды болады. Жаздың күні демалған кездерінде, ал негізі 80% уже полноценный жұмыс ретінде көретін адамдар. Негізі даяшының кінәсі, бірақ бізде жаңа тамақ берілетін орын болады. Тамақ берілген орыннан уже аспазшы беріп жүрсе, сен алып кетсең, уже ол сенің басыңда болады. Кухнядан шығып кетсе, ол сенің мойныңда болады. Бір сплоченный команда болғаннан кейін енді ешкімді кінәламайсың, просто общее решение, ол жерде кім кінәсін табу емес, сол жаңағы проблеманы шешу мақсатында жұмыс істейміз уже. Ол кезде уже бізде барамыз оларға, олар бізге келеді деген сияқты, ол тамақты қайтадан дайындап, дұрыстап, қонақтардан рахметін алып, сізге тілегімен шығамыз. Басқа вариант жоқ. Кінәні ізделей беретін болсаң, ол кінәлі адам невозможно табу.
қаншама адам жұмыс істейді. Жолда өтіп бара жатқаннан кейін может басқа бір өтіп қалатын шығар. Тоже там кальянщик бармендар да бар, посуда жуатын адамдар да бар, парковщиктер бар. Солардың біреу өтіп барады, түсіп қалып түсіп кетуі мүмкін. Өтіп бара жатқан кезде сквозняк болады, проходной жерде, содан түсіп кетуі мүмкін. Ол кінәлі табу мүмкін емес. Негізі жазып аламыз, бірақ үлгермеген кезде уже на память ала бересің. Примерно деп полностью ұрмасам да, пабар мысалы заказ береді, чай, лимонад, жаңағы ішімдіктерін заказ береді да, уже соны шығарып жатқан кезде уже қонақтармен сөйлесе тұрып, қалжың ретінде тұрып, айтасың заказдарын. Мысалға мен осындай заказдарды алдым. Мысалы, допустим, паста маринар алдым сіздерден, бургер алдым, басқа ештеңе ұмытқан жоқпын ба? Уже өздері айта бастайды. Жоқ, бәрі дұрыс ел болмаса ұмытып кеттің. Мынау бар, қоса сал. Болды. Ал негізі адам аз болатын болса, көбінесе жазып аламыз. Өйткені блокнотымыз постоянно болады. Үлгермеген кезде адамдар көп болатын болса, уже на память алып кетеміз сразу. Болады енді әрқайсының әртүрлі. Жағдайлар енді келгендерінде анау бүйтті сөйтті мысалы. Не деп айтамын оны өсекті. Жоқ, мысалға болады, қонақ келеді, тамағын ішіп кетеді да, там енді мысалға между собой бір-бірімен әңгіме айтады. Болмаса айтып отырады да, жаңа шеттен кетіп қалған бір адамға қарап айтып кетеді, мысалға анағымнан бүйтіп айтып кетті деген сияқты. Анау екеуінің әңгімесі өсек болғанда ол екі адам, мысалға екі әріптесіміз бір-бірімізбен сөйлесетін болса, оған айтқан әңгімелеріміз біздің келетін қонақтардың әртүрлі адамдар келеді. Бизнесмендер, блогерлар келеді, жұлдыздар келеді. Просто отырған әңгімелерін әріптесіміз екеуміз бірімізге айтсақ, ол қалай өсек болып есептеліне ма? Айтқанда өсек дейді екенбіз, өсек айтады екенбіз. Кейбіреуінде болады, мысалға прямой сұрайсың, тігінен айтып болған ма деп. Ал енді печат көзден қарайсың, примерно келмеді ау дегендерін, біз анкетка деген бар, заполнить ететін. Качество, контроль, обслуживание и сервиса деген. Сондай анкета арқылы болады. Бірақ мен өз отым өтпеді, ондай. Мен өзім напрямую аламын. Бірақ енді кейбір кезде болады, қонақтар там сұрап берші дейді, бүйтіп берші деп, через біз арқылы, былайша айтқанда официанттар арқылы бүкіл қонақтар біз арқылы взаимодействовать етеді. Қаншама паралар, қаншалар қосылды, өз алдымызда жүріп. Бір-бірімен таныстырып, семьялы болып, бала шағасымен келіп жүргендер де бар әлі күнге дейін. Ол бізде отырып танысқандардан. Кешірім сұрайтын басқа ештеңе істемейсің. Мен өзімде де болған ондай жағдай. Сорпатай болған. Кешіріңіз деп кешірім сұрайсың, бірақ ол кезде мен түскен қонақтар кішкене қиындау болды. Ол кезде жоғары жақта істейтін контингент ол кезде қиын болатын. Енді бай адамдар химфискасын төлеп бердім, болды. Счеттан минусовать етілу, скидка қойып беру деген ондай ештеңе жоқ. Просто өзің договариваться етесің ғой дальше. Уже менеджерді әкеліп фанс қылып қоймайсың ғой. Таптардай бала мен бүйтіп төгіп алдым деп, кешіріңіз не істесем болады деп тұрмайсың. Уже қонақпен өзің сөйлесесің. Біріншісіне кешірім сұрайсың. Кешіріңіз, әйде істеген жоқпын деп. Ары қарай уже келісім сөз табасың. Не істеп бере аламын мен сізге. Кейбір айтады ештеңе керек емес деп. Кейбір айтады химчистканы төлеп бер, ананы істеп бер, маған десерт ананы бер деп уже бастайды уже. Сол әртүрлі жағдайлар болады. Өте көп. 180 мың теңге мен наличный алғам и $600 бір күнде. Даяш болу үшін, білмеймін оның. Негізі ресторанның гостиничный бизнес бар, бірақ ол жерде сен даяшқа үйретпейді. Деп ойлаймын, бірақ өзім оқып көрмеген ол жерде. Жұмыс істей біліп қой, жұмыс кіріп, кафе, ресторандарға кіргеннен кейін сені үйрететін сол жердегі өзі. Определенный адамдар болады. Мысалы, менеджерің бар, управляющий, директор, немесе бұрыннан істеп келе жатқан официанттар, даяшылар бар өзі. Бұрыннан келе жатқан, 10-15 жылдан бастап істеп келе жатқандар. Ал кейбір жоғарғы жақтарда, жақсы ресторандарда, ол жақта сервис менеджер деген болады. Операционный директор солар үйретеді бәріне. Процентке байланысты, әр адам өзіне байланысты. Бірақ ең кемінде дегенде 400 мыңнан басталады. Управляющий, администратордан басайық. Менеджер, управляющий, директор бар, HR менеджер бар, PR менеджер бар, маркетинг қада өтсе де болады. Ол бірақ үлкен сеткаларда ғана болады. Ал кішігірім 1-2 заведение бар жерлерде ол управляющий, менеджер, директор болды. Ұнайтын тұсы 100% свободный адамсың, ешкім саған ештеңе демейді. Ұнамайтын жағы көп уақытың жұмыста өтеді. Таңның атысына, кештің басына жұмыста болсын.
Әр істің өзінің маманы болу керек. Және дәл солай даяшының да өзінің маманы болсаң, көптеген биіктіктерде, ақшаларыңа да қалаған нәрсеңе жетесің. Сау болыңыздар, бізге келгендеріңізге қуаныштымыз. Бірінші емес және де соңғы рет көріп тұрған жоқпыз деп ойлаймын. Алдағы тағы кездесулерге дейін сау болыңыздар.